Енеме жақпай жүрмін. Келін болып түскеніме 3 жыл болды. Мен ақ босағаны аттағанда бақытты боламын деп армандадым. Үмітті болдым және солай боларына бек сенімді болған едім. Өйткені мен күйеуімді жақсы көремін. Ол да мені алақанына салып аялап ұстайды. Бірақ мен тек қана сүйіктіммен өмір сүрмеймін ғой. Оның айналасында маған дейінгі ең жақын адамдары, әкесі, анасы, бауырлары болатыны да әркімге аян. Келін болған соң сол отбасының әрбір мүшесінің тілін тауып, өзі де сол отбасының бір мүшесіне айнала білуі керек. Қазақ қыздарының анасынан, отбасынан алатын тәрбиесі осындай деп ойлаймын. Сондықтан мен де анамнан үйренгенім, көргенім мен түйгенім бойынша аттаған босағама тастай батып судай сіңуді ойладым. Қаншама тер төктім, қатты тырыстым. Маған қиын болғанын мойындаймын. Осыған дейін мүлде мінез құлқын танымайтын адамдармен бір шаңырақтың астында тұрып, таңғы түскі кешкі асты бір дастархан басында ішіп, келін ретінде оларға қызмет жасау үйреншікті жұмыс болмаған соң қиналдым. Енем өзінің ең алғашқы келіндік жылдарын еске алып кішкене болса да түсіністік танытпады. Отырсам опақ, тұрсам сопақпын. Енеммен еш тіл табыса алмай-ақ қойдым. Келін болғаныма міне 3 жыл өтіп барады. Ал енем әлі күнге дейін мені қабылдай алмай жүрген сияқты. Мен болсам оның қалауын еш түсіне алмай келемін. Бәлкім енемнің құбылмалылығынан оның тілін таба алмай жатқан шығармын. Алғашында үй тіршілігімен айналысып жүргенімде маған көңілі толмағандығын білдіріп, жылдам қимылда, сен өстіп жүрген кезде кеш деп атады, бір тірлігің толық бітпей жүресің, сосын сылп-сылп етіп, тез-тез аяқтап тастауды үйрен, енді әке-шешеңнің үйінде жүрген жоқсың. Мен сенің еркелігіңді көтермеймін деп ұрсысатын еді. Ал мен енем айтты деп тез-тез жүгіріп шаруамды атқарып жатсам, шала істепсің, асықпай істе жұмысты, сонда таза болады дейді. Үнемі күйеуіме де осылай деп жамандап отырады. Қазір қызым бар, 2 жаста. Қызымды 2 жасқа дейін өсіру үшін талай қиналдым. Енем маған жәрдем беріп, қызыма қарасу былай тұрсын, оның үстіне қосымша жүк артып береді. Дұрыстап адам секілді отырып тамақтануға да уақытым болмайтын. Үнемі осылай алашаққын болып жүргенімде жөнді сүт те шықпайды. Қарны тоймай қызым жылайды содан соң. Ал қызым шырылдап жылаған кезде мені кінәлайды. Қызыма да ана болып мейірленіп еркелете алмадым. Оған мұрша бермейді ғой. Тым болмаса өздері қарап қызымның жағдайын жасап отырса ештеңе демес едім. Күйеуімнің анасы не десе де сенеді. Қантты ақ емес қара болады десе де сенетін адамдардың қатарынан. Ең құрығанда соншама қиындықты бастан кешіріп, төтеп беруім үшін күйеуім жұбатып жылы сөздерін айтып шабыттандырса болар еді. Бірақ күйеуімнен де ондай жанашырлықты сезбей келемін. Соншалықты қатты өзгергені ме, әлде мен махаббаттан көзім көр болып дұрыс тани алмадым ба деп білмеймін. Қатты шаршадым. 3 жылдық отбасылық өмір мен үшін 30 жылға татитындай. Өмірге деген қызығушылығым да қалмаған сияқты. Қатты торыққан кезімде бір уыс дәрі ішіп өзіме қол жұмсағым да келген сәттер болғанын мойындаймын. Бірақ артынша өз ойымнан өзім шошып, Алладан кешірім сұрап тәубеме келемін. Истихфар, салауат айтып, барынша қате ойым үшін кешірім сұрап, адамдардың маған келтірген қиындықтары үшін Алладан барынша кешірім сұраймын. Эмоционалды күйді бастан кешіріп жүрмін, сондықтан маған шешім қабылдау қиындау. Бір жағынан жан тыныштығын іздеп кетіп қалайын десем, сүйіп қосылған жан жарым балам бар. Өзімді ойламасам да оларды бір-бірінен айырғым келгені жоқ. Сондықтан барынша шыдамды болуға тырысып келемін. Бірақ өзім жаман, әбден көңілім қалған, қанша жерден көңілім жылымайды. Әйтпесе бар жағдайын жасап отырмын ғой. Дала болса дала, үй болса үйдің тірлігі, малдың тірлігі, барлығын жасаймын. Бірақ бағаламайды ғой шіркін. Тек мені төркінге жібермеу керек болды. Жылына 1 рет қана әрең жіберетін еді, өйткені мен бұл үйдің келіні емес, күңі секілді едім. Қайтып көңілін табатынымды білмеймін. Енем жақтырмағанды ашық айтатын.
Күйеуіме айтып бөлек шығып кетейік десем, күйеуім де мұндайға қарсы. Ата-анамды жалғыз қалдырып кете алмаймын дейді. Жалғыз қалатындай баласыз емес қой. Қайным бар, бір жағынан қолда келін жоқ, ал қайным үйленгенше кемі 5-6 жыл керек. Ол қалада оқып жүр. Жалпы енемнің ісіме араласа беретін, шаршататыны болмаса, қалғаны жақсы сияқты. Сондықтан шыдауға болады деп жүрмін. Бірақ арадағы салқындық қалпына келмейтін шығар деп ойлаймын.